Өңірде Сенат депутаттарының жұмыс сапары жалғасуда. Мұратбай Жолдаспаев пен Абдалы Нұралиев облыс орталығындағы маңызды нысандарды аралап, ондағы ұжыммен жолықты. Халық қалаулылары облысымыздағы бірегей қан орталығына да табан тіреді. Сенаторлар орталықтың жұмыс барысымен танысып, елбасы жолдауындағы басым бағыттарға тоқталды. Облыстық қан орталығы 2012 жылы іске қосылғаннан бері науқастарға үміт сәулесін сыйлап келеді. Мекеменің жылына 15 мың литр қан қабылдауға мүмкіндігі бар. Тиісінше мұнда қан тобын анықтауға, сақтауға арналған заманауи медициналық құралдар баршылық. Тіпті қан алатын құралдардың басым бөлігі автоматтандырылған. Все закрыто, вся система закрыта, автомат сам работает, порядка. Сенаторларға донор қаны сақталатын зертханада көрсетілді. Яғни бұл бөлімде қан жан-жақты талданылады. Сақталған қанның бір бөлігі бірнеше адамның өмірін арашылап қалуға мүмкіндігі бар дейді мамандар. Бұдан соң Сенат депутаттары дәрігерлермен кездесті. Оларға елбасы ұсынған кезекті жолдауды іске асыру бойынша қан орталығының қауқары жететінін жеткізді. Анализы сделали, получил анализ и вышел. Жалпы қан орталығында барлық жағдай жасалған. Тек донорлар қан тапсырса болғаны, қалғаны дәрігерлердің қолында. Жиын соңында сенаторлар адам өміріне араша болуға үлес қосып жүрген ұжымға сәттілік тіледі. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, Жеті Ньюс.